Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен Classroom Screen бағдарламасы бойынша сөйлесетін боламыз. Сіздермен бірге мен, Шәріп Дамира Мейрамқызы. Бірінші Classroom Screen деп жазып аламыз. Кейін осы жерде тұрған бірінші батырманы басып кіреміз. Орыс тілге аударып алғаннан кейін попробовать бесплатно батырмасын басамыз. Сонда сіздерде осындай тақта ашылатын болады. Артқы фонды ауыстыруға болады. Онымен қоса сабақты қорытындылау кезінде бүгінгі сабақты толық түсінді ме, түсінбеді ме, соны анықтауға байланысты кері байланыс алуға болады. Мысалы, мен мұнда бүгінгі сабақ түсінікті болды ма деп жаздым. Астына толықтай түсіндім, түсінуге қиналамын, немесе түсінбедім деп өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жазсаңыздар болады. Ары қарай астында диаграмманың түрін ауыстырсаңыздар болады, және де артқы фонның түсін ауыстырып өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қойсаңыздар болады. Кейін балалар осы батырмаларды басу арқылы өздері сабақты қаншалықты түсінгенін сіздерге көрсететін болады. Диаграмма түрінде дайын шығарып береді. Келесі кезекте рандом айдары. Бұл жерде сіз балалардың толыққанды аты жөндерін жазып аласыз. Кейін келесі сабақты кім айтатынын осы бағдарлама арқылы көруге болады. Келесі кезекте бізде сурет, яғни сабағыңызға қандай да бір суреттер керек болса, осы жерге, осы тақтаға шығарып алсаңыз болады. Сонымен қатар өзіңіздің сабағыңызға қажетті ережелерді де осы жерге алдын ала жазып алып, барлығын осы бір тақта арқылы көрсетсеңіздер болады. Мысалы, мен мұнда жұрнақтың ережесін жазып алдым, және де осыны балаларға түсіндіру барысында қолдандым. Онымен қоса, мына жерде барлықтарыңыз білетін бағдаршам әдісі, түсіндім, түсінбедім дегенді балалар қызыл батырманы, сары батырманы, жасыл батырманы басу арқылы көре алады. Келесі кезекте бұл бізде таймер. Оқушыларға белгілі бір тапсырманы уақытқа қойып, сол таймер арқылы көрсетсеңіздер болады. Және де осындай түрлі ойындар бар. Күнтізбені шығарып қойсаңыздар болады. Немесе секундомерді шығарып қойсаңыздар болады. Келесі кезекте осындай QR кодты қою арқылы ары қарайынан тапсырманы өрбіте аласыздар. Және де осындай ыңғайлы тақта бар. Бұл математика сабақтарында балаларға шеңберді, тік төртбұрышты түсіндірген кезде осы батырмаларды басу ғана арқылы түсіндіре аласыздар. Келесі кезекте балалар сабақта тыныш отыру үшін осындай түрлі смайликтарды шығарып қойсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Дамира Мейрамқызы, рахмет.